Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Жағымды тиімді пайдалы ақпараттармен танысып шығасыздар. Сондықтан соңына дейін қарап тыңдап, арнаға тіркеліп пікір қалдырып кетіңіз. Тіркелуді ұмытпаңыз. Бірден тіркеліп кетіңіздер достар. Қызанақтың құрамы 1, 2, 5, 6 және А, Е сияқты дәмдерге бар. Қызанақты үнемі пайдалана отырып, иммундық жүйені нығайтып, жүрек қызметін жақсартып, ас қорытуды реттеп, холестеринді азайтуға болады. Қызанақ қандай ауруларды емдеуге қауқарлы? Псориаз, экзема сияқты түрлі тері аурулары кезінде күніне қызанақтың кем дегенде біреуін жеу керек. Содан кейін теріде оң өзгеріс болады. Қышқылдылығы төмен гастрит және асқазан жарасы кезінде күнде жаңа піскен қызанақ шырынын тұз қоспай ішуге болады. Оны күніне 3 рет жарты стақаннан тамақтан кейін қолдану қажет. Емдеу курсы 2 аптаға созылады. Жаңа піскен қызанақ рационыңызға енгізілген болса, күйзеліс және нашар көңіл күйді оңай еңсеруге болады. Қызанақтың құрамында серотонин, яғни бақыт гормоны бар. Осы гормон жеткілікті мөлшерде бөлінбеген жағдайда адам күйзелісті күйге тез түседі. Сондықтан қызанақ жүкті әйелдер үшін өте пайдалы. Қызанақ катарактаның алдын алады. Егер қызанақты сүйіп жесеңіз, көзіңіз жас ұлғайғанда пайда болатын катарактадан қорғайды. Өйткені қызанақтың құрамында В2 рибофлавин дәрумендері бар. Ал арнайы зерттеу жүргізген мамандар бұл дәрумендерді қолданатын адамдар көз ауруының осы түрінен зардап шекпейтіндеріне көз жеткізген. Қызанақтың құрамында бета-каротиннің көп болуына байланысты қызанақты тағамдарды жиі қолданатындар көздерінің өткірлігімен мақтаналады. Қызанақ адам организміне пайдалы витаминдерге бай, құрамында қышқыл, каротин бар. Ересек адамдарда жиі кездесін көк тамыр қуысының тығындалып қабынуы, тромбофлебит мен көк тамырдың кеңеюін, варикоз емдеуде әсері зор. Сонымен қатар қызанақ пен оның шырынын төменгі қышқылдықты гастритті емдеуге пайдаланады. Қызанақты жүрек қан тамыр аурулары кезінде жеген пайдалы. Өйткені қызанақтың сұрыптарынан ғалымдар 24 пайдалы химиялық элемент тапқан. Онда темір, мыс, калий тұздары көп. Бұлар жүректің жақсы жұмыс істеуіне көмектеседі, организмдегі артық сұйықтықтарды, зиянды қалдықтарды сыртқа шығарады. Ал шырыны жүрек тамырлары мен қан айналым жұмысын жақсартады. Томаттың балдырында өт айдағыш, несеп айдағыш микробтарға қабынуға қарсы әсер ете алады. Және зәрдің шығуын тездетеді, бұзылған зат алмасу процесін қалыпқа келтіреді. Қызанақ асқазан мен ішектің сөл бөлу қызметі нашарлаған асқазан ішек жолдары сырқаттары кезінде аса пайдалы. Ас қорытуды жақсартады. Іштің қатуымен қатар жүретін ішек қызметінің бұзылуы кезінде жеген дұрыс. Қантты диабетке және семіздікке шалдыққан науқастар үшін томат құнды тағам. Сапасы жақсы, тұзы аз немесе мүлде жоқ томат шырынының құрамында ликопен бар. Ол организмді зиянды ісік ауруларының талшықтарынан қорғайды. Қызанақ шырыны семіздікке жол бермейді. Қызанақ иммунитетті де көтереді. Қызанақ пен бал қоспасының денсаулыққа пайдасы мол. Ара шаққанда дене күйіп қалған кезде де сол жерге қызанақты екіге бөліп басудың пайдасы зор. Себебі қызанақ ара уын денеге жаймайды және күйіктің ыстығын алады. Оған қоса ол теріні күн сәулелерінің зиянынан қорғайды. Дегенмен 3 айдан асқан қызанақ шырынын пайдаланбаған жөн, бұл организмге зиян. Алайда бұл зиян бірден байқалмайды. Мұның зардабы бүйрекке, қуыққа тас байлануға әкеп соқтырады. Диетологтың айтуынша қызанақ құрамында С дәрумені, тағамдық талшықтар мен бета-каротин бар. Бета-каротин тері, шаш, тырнақ және көру жүйесіне оң әсер етеді. Сонымен қатар қызанақ бойындағы пайдалы заттар термиялық өңдеуден кейін де сақталатынын айтады. Әрі көкөністен гөрі томат пастасындағы ликопен саны көбірек болады екен. С дәрумен үшін қызанақты таңдаған жөн. Себебі термиялық өңдеу кезінде С дәрумені бұзылады. Ал кетчупте тұз мөлшерін өлшеген жөн. Сондықтан пастаны негіз ретінде алып, дәмдеуіштерді және тұзды өзіңіз қосқаныңыз дұрыс. Алайда қызанақты барлығына тұтынуға болмайды. Ас қорыту жүйесі ауруының асқынуы бар адамдарға қызанақ жеуге кеңес берілмейді. Томаттар белгілі бір ауруларға қарсы көмектесетін және жалпы денсаулықты қолдайтын қоректік заттар мен антиоксиданттарға толы.
Көздің көруін жақсартыңыз. Қызанақтың құрамындағы А дәрумені көруді жақсартуға көмектеседі. Сонымен қатар түнгі соқырлық пен макулярлы дегенерацияның алдын алады. Қатерлі ісікпен күресуге көмектеседі. Зерттеулерге сәйкес, қызанақ қатерлі ісік, әсіресе өкпе, асқазан және простата қатерлі ісігінің қаупін азайтуда. Тиімді антиоксидант ликопенде жоғары. Қан денсаулығын қолдайды. Зерттеу қызанақ С дәруменінің күнделікті құнының 40 дейін қамтамасыз ете алатынын көрсетеді. Сонымен қатар қанның денсаулығын сақтау үшін маңызды дәрумені, калий және темір бар. Қанның ағуы мен ұюына жауап беретін К дәрумені қызанақта да кездеседі. Жүрек ауруының қаупін азайтыңыз. Ликопен жүрек қан тамырлары ауруларынан қорғайды. Қызанақты үнемі тұтыну қандағы холестерин мен триглицеридтердің деңгейін төмендетуге көмектеседі. Қан тамырларындағы майлардың шөгуін азайтады. Құрметті достар, тіркелеміз. Ас қорытуды жақсартуға көмектеседі. Қызанақты күнделікті жеу ас қорытуды жақсартады, өйткені олар іш қатуға да, диареяға да көмектеседі. Сондай-ақ қызанақ өттің төгілуіне көмектеседі және организмнен токсиндерді тиімді кетіреді. Арнаны қолдап тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерге сенемін.